Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Жакон. Бүгін бізде ютубқа новый видео болатын болады. Айтпақшы достар, мен описанияға немесе комментарияға телеграм каналымда белгілеп кететін боламын. Новый тіркеліп кетсеңіздер. Айтпақшы достар, 54 подписчикке өте көп рахмет. Ал біз видеомызды бастаймыз. Атам мен әжемнің де үйіне келдім. Мен бүгін бірінші рет ауылға келдім. Мені бірінші рет ата-анам ауылға жіберді. Себебі ата-анам қалада жұмыстармен босамайды. Маған қарауға да уақыты болмайды. Жарайды. Туна жерге лифт қойып қоймай ма? Тук-тук-тук. Ата, әже. Ойбай, қызым, сен келіп қалдың ба? Иә, келдім. Ой, қалайсың? Алтыным? Жақсы. Әжем қайда? Ой, ол әжең ана Сағира бар ғой. Соның үйіне кеткен бірдеңе беріп жатыр екен. То есть, короче, бір садақама бірдеңе беріп жатыр. Соның үйіне қонуға кетті. Ертең арғы күні келеді. Ұзақ айттыңыз ғой. Жарайды. Қалайсың? Оқуың қалай? Жақсы ма бәрі? Иә, сол 3 ай каникулдан кейін бірінші рет келіп тұрмын. Қалай жалпы? Норм. Бірақ кіретін жерге лифт орнатсаңыз жақсы болатын еді. Жарайды, мен комната таңдай берейін, иә? Йо, таңдай бер, Алтын. Так, мынақты. Ата. Йо, айта бер. Мен осы комнатаны таңдаймын. Ой, жарайды. Ойбай, мынау не болып кеткен, ата? Ой, өзі сондай, короче, ауылдық жер болған соң енді. Ойбай, кеш болып кетті ғой. Кеш? Ата қоймаңызшы, сағат дейтін. Енді жетіп отыр ғой, кешкі 7. Ой, ол біз ауылдағылар үшін емес, сондай азанда ерте. 4-те, 5-те тұрамыз. 4-те, 5-те? Не істейсіздер 4-те, 5-те тұрып? Ой, сол жұмыс, там, ана-мынау, мал шаруа. Ой, ата, загрузка болып қалды. Ойбай, загрузка бола берім. Ой, күшті келеді екенсіз. Конечно, енді. Жарайды, құрсын ұйықтайыншы. Жарайды, қайырлтын. Бір ерте жатып қалған дейсің. Яқты не біле, сет ұстамай ма? Чо за? Окей, енді. Так, мама, папа ішіне жазбаған, по-моему, или сет ұстамай тұр ма? Жарайды, ұйықтайын. Достар, 3 сағаттан соң. Ой, не болды атама? Қызым, тұрсайшы, қызым, таң атты ғой, ойбай, тапа-тал түс болды ғой. Не? Қазір, сағат азанға 5:30 ғой? Ой, біз дейтін жұмыс істейміз, жұмысқа кетеміз, мал шаруа сондай ғой, короче, біз ерте тұрамыз. Ой, достарына жеріне мән бермеңдер, короче, 1-2 бала кіріп кетті, қазір бам береміз, короче, мән бермей қойыңдар, окей? Жалғастырамыз. Ой, қызым, Алтын, қазір мен мына жаққа бам беріп жүрем. Міне, бам бердім. Так, тамағыңды іш, не жейсің? Қаймақ жейсің ба? Қаймақ? Жоқ. Бірақ достар, шын өмірде қаймақ жеген өте пайдалы. Каждый тамаққа фу демейміз, окей? Бұл жай ғана ойын. Құрсын, мықты не бар тағы? Үйлерінде бірінші рет көріп тұрмын. Енді мен 3 ай осы жерде болам ба? Интернет тастамайды. Так, атам қайда кетіп қалды, жаңа жүріп еді ғой. Ата. Ой, қызым, мен төбедем. Ана ремонт жасап отқам ғой. Жарайды, мынау не біле, ағаш өсіп кеткен. Окей, енді ауылдық жер болған соң. Окей, так, мынақты бүйтіп мінемайын ба, бүйтір. Достарына жеріне мән бермеңдер, короче, неудачный кадр болып қалды. Сонда да мән бермей қойыңдар, окей? Ойбай, Алтыным, мен құлап түстім, ойбай, белім. Ойбай, ата, қазір. Ойбай, Алтыным, ойбай, белім, Ойбай, дей бермеңізші. Ойбай, құрсын. Не болып кетті, құрсын. Короче, мән бермеңдер, достар, тілім ұрғатылып жатыр. Түз, ауруханаға барайық, мыняқта. Ой, шақта ма? Иә, жүре бер, мен алдыңда. Ойбай, келатырмын. Ата, больницаларына не болған? Авария болған ба? Авариясында жоқ, ешқандай машина келіп соғылған жоқ. Ой, ата. Тура түсінеді екенсіз. Ой, жарайды, ойбай, белім қақтап баратыр. Давай, кіргіз мені. Мә, осы жерге жат. Ойбай, қазір. Ой, неқті медбикелері де қайда? Жарайды. Ата, болдың ба? Ойбай. Ата! Ойбай. Ой, тұрдым, тек белім ауырып кеткен ғой. Жүр кетейік. Үйге келдік, мәссаған, неқті не бар? Қазір кіріп көрейін. Ой. Мәссаған. Атаның мұнандай жері бар метіне. Күшті, қаладан қалыспайды. Ой, қызым, не болып қалды? Мына жеріңіз күшті ғой.
ой мен бұны 2000 жылы короче бір болды ата болды енді өмірбаян айтып кетесің мен сені қалай ой ұстап аламын қазір ұстап аламын ұстай алмайсыз мен сізден жылдам жүгіремін мен ұстай алмаймын ой қазір ұстап мен қазір мені ұстап аламын ұстай алмайсыз ойбай белім ауырып кетті мына жақта не дейді сендер бассейн дей ма соған түсіп алайын бассейн ата иә түсіп алайын так үйге барайын достар мына жеріне мән бермеңдер короче мына жерін өзім де түсінбей қалдым окей короче жалғастырамыз так міне келдім каждый раз осы жерге мінген сайын аяғым ауырады лифт қойып қоймай ма жарайды бір ата жаңа ғана жұмысқа кетіп қалды ютуб көре қояйын десем жаконның каналын жакон күшті видеолар шығарады соның каналын көре қояйын десем свет та ұстамайды қалада күшті ұстайтын еді жаконның видеоларын көріп отыратын едім бір менде аз ғана мегабайт қалыпты не істеймін енді біресе ата қаймақ жей деп аузыма тығады вообще ұнамайды маған мына жер ұнап жатқан да жоқ бір свет жоқ не істеймін енді мына жақта да свет ұстамайды не істесем болады не болса да енді мен анама звондаймын ұстамай ма жарайды болды мен шыдамым жоқ анама звондаймын алло анашым иә қызым айта бер сіз қаладасыздар ма иә жұмыстармен ғой анашым мені алып кетіңізші ауылдан свет ұстамайды жаконның видеоларын көре алмаймын ой қала тұршы енді жоқ анашым енді қызым енді түсін иә жоқ анашым тоқтаңыз ей анашым трубканы қоя салған несі бір онда олар мені алып кетпесе мен өзім кетем маған бәрібір қазір чемоданымды алып алайын сосын кетем мен өзім мына жерде уже бағана тезек басып кеттім достар айтпақшы сіздер ауылға барғанды жақсы көресіздер ме әлде жоқ па соны комментке ашық болса жазып кетіңіздер болды мына адам не істеп тұр құрсын кеттім мен өзімнің туған еліме емес енді туған қалама деймін ба короче мен кеттім қалаға өзімнің жеріме барайын әйтпесе жаконның видеоларын да көре алмаймын ал ата маған қаймақ жей деп аузыма тыға береді ал әже болса маған енді май тағатын шығар міне метроға да келдім бір ауырып қалдым ба не болып қалды жарайды метроға барайын қашан ашылады екен бір тез ашылса екен достар тілім оратылып қалды короче мән бермеңдер болды үнемі сондай болады міне ашылды ау әйтеуір отырайыншы енді ой мынау не атама жіберген так көрейін ата екен шынымен жіберген бағана жіберіпті енді келіп жатыр ма сонда енді свет ұстап жатқан шығар иә жарайды ата не жіберді екен бір видео көрейін қызым қалайсың ата короче мен білем сен ауыл ұнамай жүр білем сол енді кетсең кете бер енді мен де белім ауырып тұрады енді ата атам мен әжем жарайды енді амал жоқ кетейін достар осымен біздің видеомыз аяқталды осы видео ұнаған болса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар және телеграм каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар мен описанияға немесе комментарияға белгілеп кететін боламын осымен видео бітті всем пока